Құрметті оқушылар, ұстаздар, көрермендер. Биыл өткізіліп жатқан Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойына орай Дала данасының өлеңдерінен үзінді оқу челленджін мен Нұр-Сұлтан қаласындағы халықаралық мектептің 7-ші сынып оқушысы Мұхамедияр Мөлдір бастаймын. Абай, ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күліге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуін өмірдің алдында, оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат рақым ойлап қой. 5 асылыз көнсеңіз. Жамандық көрсен нәфратлы, суытып көңіл тисаңыз, жақсылық көрсен ғыбратлы, оны ойға жисаңыз. Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз, болмасанда ұқсап бақ бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз, сізге ғылым күн берер, жанбай жатып сөнсеңіз. Бұл игі бастаманы жалғастыруға осы мектептің 8-ші сынып оқушыларын шақырамын.